Арманның қазіргі жасы 18-де болса, ал Дария 2 жаста. Қанша жылдан кейін Арманның жасы Дариядан 3 есе үлкен болады? Бүгінге сұрағымыз осындай болмақ. Видеоны паузаға қойып, өздеріңіз шығарып көріңіздер. Бәрекелді. Ал енді бірге ойланып көрейік. Бұл жерде қанша жылдан кейін деп тұр. Яғни бұл жерде қанша жылдан кейін деген ақпарат бізде сұрақ белгісімен тұрғасын, біз бұны білмейміз. Сол үшін Y деген айнымалыны қанша жылдан кейін Арманның жасы Дариядан 3 есе үлкен болатын туралы шаманы алсақ болады. Яғни Y бұл бізде сол жылды табуымыз керек. Ал енді айнымалы шамамен есептің берілген пайдалана отырып, және теңдеу құрып, оны шешу барысында қанша жыл ішінде Арманның жасы Дариядан 3 есе үлкен болатын анықтайық. Ең алдымен Арман Y жылдан кейін, яғни Y жылдан кейін қанша жаста болатынын анықтап көрейік. Яғни Y жылдан кейін бізде бірінші Арман. Ал енді бірге анықтап көрейік. Жалпы Y жылда Арман бізде қазір ол 18-де болса, яғни 18-де, ал Y жылдан кейін оған плюс Y-ті жай ғана қосамыз. Сол кезде Арманның жасы Y жылдан кейін 18 плюс Y жаста болады. Ал енді Дарияның жасын анықтап көрейік. Дария бізде қазір ол 2 жаста болғанымен, яғни бұл 2, ал Y жылдан кейін деген сөз, оған да жай ғана плюс Y дейміз. Яғни оған Y-ті қосу арқылы Y жылдан кейін Дарияның жасы 2 плюс Y екенін анықтаймыз. Ал енді сұрағымыз келесідей. Бұл жердегі бұл 18 плюс Y өрнегі, ол яғни Арманның Y жылдан кейін жасы Дарияның Y жылдан кейінгі бұл 2 плюс Y жасынан 3 есе үлкен болатын жылда анықтауымыз керек. Яғни бұл жердегі сұрақ Y неге тең? Сол үшін біз теңдеу құрастырып көрейік. Бұл жерде біздің теңдеуімізді құрастыру үшін мен жалпылама бір түс алайын, жаңа басқа түс, яғни бұл 18 плюс Y, ал бұл дегеніміз Арманның Y жылдан кейінгі жасы, ол тең болады. Бізде есептің шарты бойынша Y жылдан кейін Дарияның жасынан 3 есе үлкен болу керек. Яғни 3 көбейтілген, бұл Дарияның Y жылдан кейін жасы, бұл 2 плюс Y. Біз теңдеуімізді сәтті құрып алдық, ал енді оны шығарып көрейік. Ол үшін сәл астына түсіріп, теңдеуімізді әрі қарай жалғастырайық. Жалпы теңдеудің оң жағындағы жақшаны ашып, көбейтудің үлестірімділік қасиетін пайдаланайық. Сол кезде бізде бұл 18 плюс Y теңдеудің сол жағында қала береді. Бұл жердегі яғни 3-ті біз ең алдымен 2-ке көбейтсек, бұл бізде 6 болады. Яғни 6 плюс 3 көбейту Y, бұл 3Y болмақ. Яғни 6 плюс бізде 3Y болады. Бәрекелді. Ал ендігі кезекте теңдеудің бір жағына айнымалы шамаларды қалдырып, ал бос мүшелерді, яғни сандарды теңдеудің келесі жағына шығарайық. Бұл жерде айнымалы шамаларды теңдеудің оң жағына шығарып, теңдеуімізді әр қарай шешіп көрейік. Ол үшін теңдеудің сол жағындағы Y-тен құтылайық. Ал ол үшін біз теңдеудің екі жағынан да Y-ті азайтамыз. Сол кезде не шығатынын байқайық. Астына түсірсек, байқап отырсаңыздар, теңдіктің сол жағында бізде Y-тер жойылады да, 18 тең болады, 6 плюс бұл 2Y-ке тең болады. Ал енді 6-дан құтылсақ, теңдеудің екі жағынан, ол үшін біз 6-ны азайтуымыз керек. Яғни теңдеудің біз сол жағынан біз ең алдымен 6-ны азайтайық, сосын теңдеудің келесі жағынан да 6-ны азайтып көрейік. Сол кезде не шығатынын байқайық. Яғни 18-ден 6 азайтамыз, бұл 12 тең болады, 6 мен 6 жойылады, ал бұл біздің де көздегеніміз сол болатын. Сол кезде теңдіктің оң жағында тек бұл 2Y-тің өзі қалады. Сол кезде 12 тең 2Y. Теңдеудің екі жағында 2-ге бөлсек,
Егер біз y-тің алдындағы саннан жалпы құтылғымыз келсе, онда сол санға бөлуіміз керек. Ал теңдік ұғымы сақталу үшін теңдеудің екі жағында бірдей біз сол санға бөлуіміз қажет. Сол кезде не шығатынын байқайық. Яғни 12 бөлінген 2 бұл 6 тең болады. Бұл екілер қысқарады, сол кезде 6 тең болады. Y немесе бұны ақ түспен бұны y тең болады 6 деп жазсақ та болады. Бәрекелді. Ал енді жоғарыға көтеріліп Арманның жасы Дариядан 3 есе болу үшін қанша жыл керек екенін анықтайық. Бұл жерде біздің тапқанымыз бойынша бұл бізде 6 жыл керек. Ал енді жауабымызды әрі қарай тексерейік. Бізде 6 жылдан кейін Арманның жасы, байқап отырсаңыздар, яғни бұл жерде біз y-ті білеміз, бұл енді бізде 6-ға тең. Сол себепті 18-ге біз 6-ны қоссақ, бізде 24 жас шығады. Ал енді Дария 6 жылдан кейін, бұл 2 плюс біз y-тің мәнін білеміз, бұл бізде 6-ға тең, яғни 2 плюс 6 бұл бізде 8-ге тең, яғни Дария 8 жаста болады. Шын мәнінде 24 бұл 3 жердегі 8 болғандықтан есебіміздің жауабы дұрыс.